Келесі бір есебіміз 19-шы есеп. Косинус 40 градус м-ға тең дейді. Яғни осы өрнекті ықшамдауымыз керек. Так, ортақ бөлім келтіретін болсақ, кейін мына жаққа жазайын. Бұлардың көбейтіндісі деген сөз. Яғни синус 20 градус көбейтілген косинус 20 градус. Так, толықтауыш көбейткіштерін беріп тастайық. Мына жерде біз косинус деп бар. Мына жаққа косинус 20 градус береміз. Мына жаққа қарама қарсы синус 20 градус береміз. Енді оларды көбейтейік. Толықтауыш көбейткіштерін көбейтейік. Так, синус 60 көбейтілген косинус 20 градус. Қосылған мына жаққа бірінші синус берейік. Синус 20 градус көбейтілген косинус 60 градус. Енді алымдағы бізде көбейтіндіні формуланы есептеуіміз керек. Тригонометрияны көбейту формуласы. Так, оны мына жаққа жазып қояйын. Так, мен төмен қарай жаза салайын. Так, синус альфа. Так, синус альфа бізде и синус. Чисто синуспен қосамыз. Синус альфа көбейтілген косинус бета. Көбейтілген тең 2-ден 1. Жақшаның ішінде синус альфа плюс бета. Градустарын қосылса синус альфа мен бета градустарын айырмасы. Так, сосын бізге керек болады синуспен косинусын. Так, сосын мына жерде бөлімде 20 градус бар. Келесі формула синус, яғни градустары бірдей. Синус альфа көбейтілген косинус альфа. Так, ол дегеніміз көбейтілген 2-ден 1. 2-ден 1 синус 2 альфаны береді екен. Осы екі формула қолданатын боламыз қазір. Так, бірінші алымдағы мына екеуін формулаға салатын болсақ, альфа плюс бетамыз, яғни альфамыз 60 градус, мына жерде 60 градус, бетамыз 20 градус. Так, 2-ден 1 жазып қояйық. Көбейтілген синус 60 қосылған 20. Созасылайық сразу. Синус, яғни 80 градус бізде. 80 градус қосылған. Так, 60 азайту 20, 40. Синус 40 градус. Келесі, мына жақ екіншісін жазу керек біз. Қосылған, яғни синус 20 қосылған 60. 2-ден 1, бөлшек. Синус, мына жақта 80 градус шығады бізде. Сосын 20 азайтылған 60. Так, 20 азайтылған 60 минус 40. Синусымыз минустан басын алдына түседі. Яғни минус 40 градус. 40 градус. Так, енді бөлімін есептеу керек. Бөлімі синус 20 косинус 20. Яғни 2-ден 1. 2-ден 1 синус 2 альфаға саламыз. Так, значит 2-ден 1 синус бізде болады. 2-ні көбейтеміз 20 градусқа 40 градус шығады. Сонда тең алымын қарайық енді. Алымында тұрғандар. Енді жақшаны ашатын болсақ, бізде қайсы қысқартып жойылып кетеді. Синус 40 градуспен синус 40 градус жойылып кетеді. Енді
Синус 80 градус пен синус 80 ол бізде 2 синус 80 градус болады. 2 мен 2 қысқарып кетеді сол кезде бізге. Бұл тап қойымы 2 болғандықтан, значит, бізде алымында шығады синус 80 градус, ал бөлімінде мынаны жазбаймыз. 2-ден 1 синус 40 градус. 2-ден 1, яғни бізде алымына түседі, яғни 2 синус 80 градус деген сөз, бөлінген синус 40 градус. Енді алымында бізде формула синус, синус 2 альфа. Ол дегеніміз 2 синус альфа көбейтілген косинус альфаны береді бізге. Осыдан шығады бізде көбейтілген 2 шығады екенінде, сосын синус альфа, яғни біз 80-ді 2-ге жетеміз, 40 көбейтілген 2. 2 бізде шығады формуламен, синус 40 градус шығатын жері. Енді көбейтілген косинус 40 градус. Бөлімде синус 40 градус. Міне осы жерде қысқарады бізде. Синус 40 пен синус 40 градусқа. Қысқарады екен, сонда тең болады біздің жауабымыз 4 косинус 40 градус. Тең. Бізде косинус 40 градус ол м-ға тең болды. Значит, 4 м деген сөз. Есептің жауабы 4 м. Өрнекті қышауладық.